Америка Құрама Штаты. Бүгін кішкентай немерелерімді, ботақандарды бұнда экспо деп аталынады екен. Ал біздіңше енді зоопаркке алып келдік. Төбесі жабық, ыңғайлы, балалармен жүргенге, ауа райымызға да өте қолайлы. Осы зоопаркке алып келдік. Бұнда бауырмен жорғалайтын аңдар, жыландар маған өте қатты ұнады. Осы жыланға көп көңіл бөліп, мен айналып шыға алмай жүрдім. Өте әдемі, сұп-сұлу, бір керемет күшті ұстағым келді, бірақ қорықтым. Осындай әдемі жыландарды кішкентай бүлдіршіндер қорықпай қолына ұстап жүрді. Біріншіден тағы айтарым, бұнда көптеген әдемі отбасылық жұптарды көрдік. Осы бауырмен жорғалайтын аңды, жыландарды асырап алуға, ұстап көріп қолдарына. Қараңыздаршы, отбасылық жұп мына жыланды алайын деп сатып алуға, өздерімен бірге үйінде ұстауға. Қазір енді былай мінез құлқын мүмкін тексеріп көріп атқан болар. Қолмен ұстағанға қауіпсіз деп айтқанмен, мен өзім негізінде қатты қорқам, өмірімде ұстап көрмегем, бірақ енді осы зоопаркте, экспода, Америкада алғаш рет жыланды қолыма ұстап, осылай сипалап көрдім. Сонда да менде қорқыныш үрей басым болды. Бүгінгі күніміз бүлдіршіндермен осылай өтті. Әсіресе енді отбасылық жұптарды көрдім. Бауырмен жорғалайтын аңдарды көп жақсы көреткен, үйлерінде асырауға алады екен, сатып алады екен. Ал енді мына бақа шаянды тоже көрдік. Сыртында мынау енді шынайы. Осы үлкен шаян сыртындағы өзінің корпусын тастап кетіп, жаңа өзіне қалай несін жаңалайды, сыртқы қабығын жаңалайтын кезде солай қабығын тастап кетеді екен. Ал мынау бізде тасбақа, қазақша тасбақа дейміз. Бұның да өзіндік әдемі кереметтілігі бар. Мынау анимационный ойыншықтар қолдан жасаған. Бүлдіршіндерге бір-бірден алып бердік, мәз болды. Баланың аты бала, үйде ойыншық көп, сонда да. Ал енді мына жыланға келсек, Амир осы жерден айналшықтап, жыланнан шыға алмады. Мамасын көндіре алмай жатыр. Үйге бір жылан алайық асырауға дейді. Бұған қаншалықты, бұлардың қалай қоректенетінін, тамақтанатынын сол сұрап жатырмыз. Бұлар қалай көбейеді екен, бұларға қандай условия керек екен. Жыланның аты жылан, сонда да түсі суық, әдемі болғанмен. Енді бұл табиғи кесірткелерді қараңыздаршы, кәдімгі ағашпен. Егер ағашта осылай жабысып тұрған болса, біз ажырата алмай қаламыз. Түстері қандай әдемі. Табиғатпен прям үйлесіп тұр. Ағаштың түсімен үйлесіп тұр. Оны сыртта жүргенде, серуенде жүргенде, орманда жүргенде, саябақта жүргенде байқамай қалуымыз мүмкін екен. Мен айтамда, біз байқамайтын қаншама аңдар мен жануарлар, бауырмен жорғалайтын жануарлар жан-жағымызда жүрген, қаншалықты олардың бізге қауіп төндіретінін біз білмейді екенбіз. Біз білмейтін айналамызда осындай жан-жануарлар өте көп екен. Бауырмен жорғалайтын, көзге көрінбейтін түстері табиғи түстес болып келеді. Бұл қоян кәдімгі өзіміз көзіміз үйренген қоян, қолда ұстап, аулада өсіруге де болады. Кішкентай бүлдіршіндеріміз, немерелеріміз айналып сол жерден шықпай тұр. Мына күшіктің әдемісін қараңыздаршы. Әдемі екен. Ал енді мына балапандар не екенін мен түсінбедім, қорқып кеттім. Ал енді осындай әдемі күннен кейін біз шопингке шықтық, магазинге келе жатырмыз. Отбасымызбен шопинг жасаймыз. Американың біраз магазиндерін аралап киім алып жатырмыз.